Нұрлан аға, мынандай сұрақ көп болады, көп түседі елден. Баланы қай жаста сүндет деген жақсы? Менің тәжірибем бойынша баланы туласап сүндет деген жақсы. Оның себептері қандай? Оның себептері біріншіден бала стресс алмайды, тез жазылады, көп қанамайды, нервный окончаниялар әлі жетіліп бітпейді. Жаңағы анасының емізуі әсер етеді ме? Анасының емізуі де жылаған кезде емізсе тез басылады, әрі жарасына да жазылуына әсер етеді. Ол сіз пікіріңіз бойынша ма, или әлде бүкіл әлем практикасының сондай? Негізі шетелдерде қазір балдарды туласа роддомда жасап жатыр. Көп мемлекеттерде сондай. Роддомда бір бала туылғаннан кейін бір 2-3 күн ішінде жасап тастайды. Сонда кімдігімен бірге жазылып кетеді жарасы. Ал енді қараңыз, өз балдарыңызға сіз тура сондай туған кезде жасайсыз ба? Иә, мен өз балдарымды туласам өзім жасадым.